Здравствуйте, ребята! А у нас сегодня урок 60-й. Мои достижения. Менің жетістіктерім. Яғни, біз осы уақытқа дейін өткендерімізді бір пысықтап өтіп шығамыз. Прочитай по ролям в паре с одноклассником. Класстасыңмен рольге бөлініп оқы. Привет, Петя. Привет, ребята. Чем вы занимаетесь? А мы так здорово играли. Налили целую ванну воды и пускали кораблики. А потом наполнили водой водяные пистолеты и пошли на улицу. А кран закрыли? Зачем? Воды и так много. Пусть себе течет. Потом закроем. А что потом делали? Брызгали друг друга из водяных пистолетов. Сколько воды налили. Зато весело было. Бұл жерде привет, Петя, сәлем, Петя. Қалайсыздар, балалар? Не істедіңіздер дейді. Біз күшті ойнадық дейді. Ваннаны толтырып су құйдық. Оған кемелерді жүргізіп ойнадық, қағаз кемелерді. Кейін пистолеттерге су құйып, бір-бірімізге атып ойнадық көшеге шығып. Ал кранды жауып кеттіңіздер ме дейді. Жоқ, не істейміз оны жауып? Аға берсін, су көп қой дейді. Кейін не істедіңіздер? Бір-бірімізге су шашып ойнадық. Көп су құйып алдық. Қызық болды. Бұл жерде балалардың қандай қателігі кетті деп ойлайсыздар? Әрине, кранды жауды ұмытып та кеткен жоқ. Бұл жерде әдейі кранды жаумай кетті, жарай ма? Су аға берсін, ештеңе етпейді деген ой болды. Ал суды үнемдеу, судың да қазақта сұрауы бар деген мақал бекер айтылмаған екен. Суды тек қана керекті мөлшерде ғана алып ойнауға болар еді. Келесі. Вставь пропущенные слова. Мына жерде бізде тірек сөздер берілген. Сол тірек сөздерді қойып шығуымыз керек. Вода – источник жизни. Всякий знает. Міне, бірінші сөйлем. Бірінші қоямыз бұны. Вот только закрываем не всегда. Упражнение второе. Вставь пропущенные слова. Яғни сөздерді, көп нүктенің орнына сөздерді қоюымыз қажет. Мына жерде берілген. Мен нумерация қойып шығамын, жазбаймын. Вода – источник жизни, всякий знает. Вот только понимаем не всегда. Кран. Кран за собой плохо закрываем. Закрываем. И все капает. Бежит вода. Мына жерде менде нумерация шамалы 3-тен бастап кетіпті, бірақ бұл ешқандай дұрыс емес деген сөз емес. Яғни бірінші суды жазамыз. Жаңағы менің айтқан сөздермен де байланысты қарап, тыңдап жазайық. Осыны көшіріп жазамыз. Подчеркни в последнем предложении слова действия. Соңғы сөзден, соңғы қатардан сөз іс-қимылды білдіретін глаголдарды тап дейді. Яғни ол капает, бежит деген. Бежит деген сөздер. Бұлар слова действия. Келесі жаттығу. Ответь на вопросы. Упражнение 3. Сұрақтарға жауап бер. Кто нуждается в воде, не может жить без воды. Сөйлемді толықтырдық, яғни, кімге су қажет? Сусыз кім өмір сүре алмайды? В воде нуждаются люди, адамдар. Сосын звери, аңдар, птицы, құстар, растения, өсімдіктер, рыбы, балықтарды сусыз өмір сүре. Бүкіл әлем сусыз өмір сүре алмайды. Для чего людям нужна вода? Что они делают с ней? Адамға су не үшін керек? Олар не істейді онымен?
Готовят пищу, тамақ пісіреді. Купаются, шомылады, иә? Сосын не істейді басқа адамдар? Тамақ пісіреді, шомылады. Выращивают овощи, фрукты. Овощи и фрукты, овощи. Какая бывает вода? Су қандай болады? Вода бывает пресной, сладкой, тәтті болады. Жидкой бывает, сұйық болады. Твердой болады, яғни қатқан түрде болады. Тағы да қандай болады? Газообразный. Келесі жаттығу. Упражнение 4. Прочитай и сделай вывод. Оқып өзіңе ой түйдейді. Мытье рук с включенным краном. Яғни қолды жууға егер кранды ашып қойып 6-8 литр су кетеді екен. Принятие душа 10 минут 80-100 литров воды. Чистка зубов с включенным краном 5-6 литров. Приготовление пищи 7-9 литров. Стирка белья 60-80 литров. И другие нужны 20-25 литров. Яғни біз суды қаншама қолданамыз. Егер біз кранды жаппай кетсек, қол жуу үшін 8 литр су кетеді. Душ қабылдау үшін 10 минут 100 литрге дейін су кетеді. Тісті жуған кезде кранды ағызып қойсақ, 5-6 литр су кетіп қалады екен. Тамақ пісіру үшін 7 мен 9 литр су қолданады екенбіз. Кір жуу үшін 60-80 литр су кетеді екен. Ал басқа да керек жарағымызға 20-25 литр суды жұмсайды екенбіз. Ары қарай ой түйек, иә? Кранды ағызбауға, суды үнемдеуге үйренейік, үнемдеуді. Подбери, запиши предложения с пропущенными местоимениями, которые легко восстанавливаются по форме слов действий. Яғни, мына жерде местоименияларды қойып шығуымыз керек. Я нарисую море. А ты что будешь рисовать? Ал сен не сурет саласың? Когда он приедет? Завтра мы пойдем на речку. Кого вы ждете? Почему они испаряются? Осындай местоименияларды қойып шықтық. Келесі. Упражнение 6. Подумай, ойлан. Оно может быть темным, грозным, бескрайним, теплым, соленым, лазурным. Яғни ол қара, шексіз, жылы, тұзды, мөлдір болуы мүмкін. Бұл бізде қандай водоем? Это у нас море. Она может быть длинной, полноводной, спокойной, пресной, грязной. Бұл бізде өзен, яғни ұзын, тыныш, лас болуы мүмкін кейбірде. Суы көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін. Он может быть веселым, быстрым, чистым, горным, маленьким. Ол өте көңілді, тез, тап-таза, көзі кішкентай. Это у нас ручеек. Ручеек. Енді запишите слова, укажи род, число. Море у нас средний род. Средний род. Число единственное число.
ары қарай река. Бізде ол женский род. Единственное число. Ручеек. Это у нас мужской род. Yani единственное число. Келесі. Келесі бізде 7-ші жаттығу сравни. Яғни екі сөйлем берген салыстырамыз. Наступила весна, тает снег, журчат ручьи, светит солнце, летят птицы. Бірінші сөйлемде бізде көктем келді, қар еріп жатыр, бұлақтар сылдырлап жатыр, күн жарқырап тұр, құстар ұшып жүр. Екінші сөйлем. Наступила ранняя весна, тает последний снег, журчат веселые ручейки, светит ласковое солнце, летят перелетные птицы. Болды осыған ұқсайды, бірақ ерте көктем келді, соңғы қар еріп жатыр, көңілді бұлақтар сылдырлап жатыр, күн ласково, яғни нәзік, сені аймалап, күн шуағын таратып тұр. Құстар ұшып келе жатыр, перелетный, яғни орын ауыстыратын. Бұл жерде қандай айырмашылық байқап тұрсыздар? Мағынасы ұқсайды, бірдей десек те болады, бірақ екінші сөйлемде имя прилагательное қосылған, яғни какая, ранняя, последний, веселый, яғни қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер қосылған әрбір сөйлемге. Сол арқылы ол мәтінді ашып тұр. Яғни ашып көрсетіп тұр, бізге мағынасын тереңірек түсіндіріп тұр. Келесі жаттығу. Келесі бізде исследуй тексты. Мәтінді зертте. Леночка, говорит мама, вымой руки, они у тебя грязные. Но ведь ты же сама говорила, что нельзя расти белоручкой. Лена, мама айтып жатыр, қолыңды жушы, ол сенде лас екен дейді. Бірақ сен өзің айттың ғой дейді. Белоручка бұл жерде белоручка деген әппақ қол деген мағынаны білдіреді. Бұл Лена, кішкентай қыз, мамасының әппақ белоручка болып өспеуің керексің деген мағынасын таза, тура мағынада түсініп тұр. Яғни қолым кір болып жүруің керек деген мағынада түсінген ғой. Ал негізі мамасы белоручка деп қолынан іс келмейтін адамды айтады. Қолынан ешқандай жұмыс істеу келмейтін адамды белоручка деп атайды. А ол таза мағынада ақ қол деп түсінген. Яғни қолым барлық уақытта лас болып жүру керек деп түсінген екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.